Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қызыл барқыт бисквитін жасайтын боламыз. Сары майымызды ыдысқа салып, қантпен жақсылап араластырамыз миксермен. Менікі майым әлі қаттылау болды, сондықтан осылай болды. Негізі бөлме температурасындағы майды алсаңыздар болады. Қантпен жақсылап араластырып шығамыз. Қант ерігенше дейін. Одан соң сұйық майымызды құямыз. Үш жұмыртқамызды кезек-кезектен салып араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұны бір жерге қоя тұрып, айранымызды аламыз. Айранымызға бір қасық сода саламыз. Одан соң 2 шай қасық краситель. Міне осылай болады. Бұны бір жерге қоя тұрып, енді құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Қопсытқыш саламыз. Одан соң какаомызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан соң жай-жайлап құрғақ және де айранымыз қосылған, жаңағы бояғыш қосылған сұйықтықты кезек-кезектен қосып отырып араластырамыз. Үстіп кезекпен кезек араластырып отырамыз. Ұндарыңыз көп болып кетпесін, қатты қою болмасын. Ендеше тығыз болып кетеді. Кішкене салдым, кішкенесін алып қалдым, өйткені ұны көп болып кетеді. Міне дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. Форманың сыртына мен фольга орадым. Оның ішінде пергамент қағаз. Үш-төрт бөлікке бөліп пісіріп аламыз. 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен білеміз.
жасап көріңіздер. Көргендеріңізге рахмет.